сұлу қыздар, неткен ғажап сұлусыңдар, дархан көңіл. Дәру қыздар, 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 сұлу қыздар, аққу мойын ару қыздар, сұлу қыздар. Мендегі бірінші берілген сұрақ қырқынан шығару. Қырқынан шығару дегеніміз, жаңадан туған сәби туғаннан 40 күн болғаннан кейін оны ыдысқа 40 қасық су құйып шомылдырады. Екінші сұрақ үш сауап ол шөлге құдық қазған, өзенге көпір салған, және де жолға ағаш екті. Маған түскен сұрақ ат қою дәстүрі. Ат қою деген дәстүріміз сәби жаңадан дүниеге келген кезде үлкен ғұламалардың, не болмаса әдеби кісілердің аты қойылған, яғни сол кісідей болсын деген ниетпен ат қойылған. Және де балаға ат қоятын кезде арнайы молдаларды шақырып, азан шақырып 3 рет атын айтып қойылған. және 4 қонақтатамыз. Құдай қонақ. Маған берген сұрақ айдат дегеніміз не? Айдат дегеніміз бұл ғұрып тек ер балаға жасалады. Баланың төбесінен өріп қояды. Келесі сұрақ, 10 атаны таратып беріңіз. Әке, бала, немере, шөбере, шөпшек, немене, туажат, жегжат, жамағат. Қыздар, сұлу қыздар. Тоғызыншы әсіні оқушысы Жұмағали Нұрай. Тоғызыншы асыны оқушысы Виктория Кубар. Соңғы үлгідегі ұлттық киім. Көйлегім Дубай жібек матасынан тігіліп, оюлармен өрнектелген. Ал кәжекей пұлыш матасынан тігіліп, киген көйлегім бұл қазақтың ұлттық нақыштағы көйлектерінің бірі. Бұл заманауи фатамен емес, ұлттық нақыштағы сәукеле мен камзолдың үйлесуімен ерекшеленеді. Жалпы бұл көйлектің ерекшелігіне келетін болса, түсі көгілдір түсті, көзге бірден түсетін қыздың нәзіктігін білдіреді. Материалы жеңіл, әдемі фатимен тігілген. Бұның дизайнына келетін болсақ, төменгі жағы бірнеше қабаттан тұрады, қос етекті көйлек. Жоғарғы жағы ол классикалық ақ түсті камзол, және де алдында алтын түсті оюлары бар. Бүгін мен сіздерге 2 қазақша көйлекті ұсынған болатын. Көрген шығарсыздар, бірінші таныстырудан кейін қазақша көйлегімді және осы үстімде тұрған қазақша ою өрнекпен әсемделген көйлегімді. Қазақтың ұлттық киімдері мәдениетіміздің бір бөлшегі. Олар өзіне тән ою өрнектермен өз тарихымен ерекшеленеді. Мына үстімдегі көйлек қазіргі заманға сай өзгертілген көйлек болып табылады. Қазақтың көйлектері өте кең, ұзын, жабық болып келген. Соған байланысты бұл көйлекте ұзын және жабық түрде тігілген. Және бұл көйлек заманға сай деп айта кеткенімде кез келген кезде киюге болады. Біз негізі қазақ киімін Қыздар, сұлу қыздар, неткен ғажап сұлусыңдар.